Сіздердің назарларыңызға Эколенд жобасы аясында орман біздің байлығымыз бейнероликті ұсынамыз. Орман халық байлығы, орман бар жерде сән бар, салтанат бар, серуендеп тынығуға қолайлы орын бар, құрылысқа, тұрмысқа қажетті ағаш бар, орманды жердің ауасы қандай тамаша. Қайынды орман қайын өскен алқап, ормандар ішіндегі майда жапырақтылар қатарына жатады. Солтүстік Қазақстанның орманды дала белдемшелерінің ылғал молырақ жиналатын ойпанды жерлерінде шоқ-шоқ болып өседі. Қайынды орман алқабының жалпы аумағы 600-700 мың гектар. Оның негізінен Көкшетауда, Баянауылда, Қарқаралыда, біраз бөлігі Қазақстанның солтүстік шығысындағы таулы алқаптарда кездеседі. Алтайдың таулы ормандары теңіз деңгейінен 600-1900 метр биіктікте өседі. Алтайдың таулы ормандарында негізгі ағаш тұқымдары қылқанды ағаштардан самырсын, сағыз, қарағай, шырша және аздаған балқарағай жапырақты ағаштардан терек пен қайын өседі. Алтай ормандарына қарағанда Тянь-Шань таулы ормандарының өзіне тән ерекшеліктері бар. Мұнда жылы күндері көп, сәулесі де мол. Тянь-Шань солтүстік Тянь-Шань таулы аймақ орманы және батыс Тянь-Шань таулы орман аймағы болып екіге бөлінеді. Қарағайлы орман, қарағайлы тоғай, қарағай өсеті мәңгі жасыл қылқан жапырақты орман алқабы. Таулы аймақтарда қарағайлы ормандар таулардың орта биіктік белдеулерінде өседі. Орман біздің ең үлкен табиғи байлығымыз, экологиялық қауіпсіздіктің кепілі, халық шаруашылығы кешенінің басым бөлігі және еліміздің экономикалық тұрақтылығының негізі.